саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, құрметті қонақтар. Бүгін біз қарттары бар елдің қазынасы бар атты ардагерлермен кездесу жиынына қош келіпсіздер. Осы жиынымызды басуға рұқсат етіңіздер. Алдымен осы келген қонақтарымызбен таныстырып өтсек, құрметті оқушылар, бүгін бізге қонаққа Шымкент қалалық ардагерлер кеңесі жанынан құрылған академиялық кеңесінің координаторы, Қазақстан педагогикалық академиясының профессоры Қоздыбаева Абила Қоздыбаевна сізге отыр. Бұл кісі қаншама жыл осы білім саласына қызмет етіп, осы білім саласына зейнетке шыққан ардагер ұстазымыз. Сонымен қатар бізге қонаққа келіп отырған осы Азат шағын ауданының бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы, әкелер мектебінің көшбасшысы Тұрлыбеков Сидулла атамызге отыр. Армысыздар, құрметті жас ұрпақ, қымбатты педагогикалық ұжымы 68-ші жалпы білім беретін орта мектептің ғана әрекет емес, аз-аздап үздіксіз жалғасатын әрекет. Өнеге әкелер мектебі, аталар мектебі, қыз жібек мектебі және сырғалым жеңгелер мектептері жұмыс жасауда. Ұлттық құндылыққа негізделген тәрбие деп, әсіресе осы соңғы 2 оқу жылында Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі ұлттық білім академиясы ұсынған біртұтас тәрбие бағдарламасымен бұл мектеп өте жақсы, жоғары деңгейде жұмыс жасап, абай бізге, жастарға қандай бір асыл қасиеттерді айтып кетті. Айта берейікші. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой. Айналайын жас ұрпақ, біліп отырсын. Осыны бізге қалай айтты? Міне қазір сыбайлас жемқорлықты алайық па, немесе қасақана кісі өлтіріп, немесе өзінің жаңағы жүрген ортасына зиянын тигізген, жаман жат-қылықты бойына сіңірген адамдарды көргеніміз және оларға мемлекет тарапынан берілетін түзету, дұрыс жолға салу шаралары